Hi guys, барлығына сәлем. Біздің арнаның көрермендері мен қонақтары. Біздің үстеулер тақырыбына арналған кезекті сабағымыз мөлшер және күшейткіш үстеулерге және де үстеулердің тағы бір тобы бейне үстеуіне арналады. Видео сабағымызды соңына дейін қарап, үстеулер тақырыбын бүгінгі сабағымызда толық түсініп алсаңыздар болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен мөлшер және күшейткіш үстеулерінің мыналар екенін атап өтеміз. Much – көп, little – аз, enough – жеткілікті, almost – дейін, дерлік, жуық немесе шаққалу, hardly – әрең, so – сондай және де very – өте. Назар аударайық, біздегі much сөзі саналмайтын және де абстракты заттарды сипаттайды. Ол көбінесе болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Және де болымды сөйлемдерде muchтың мынандай синоним сөздері қолданылады. Яғни сөйлем барысында қолданамыз. Ол сөздер a lot, a great deal және де a good deal. Мысал үшін, Sarah has not played much. Sarah has not played much. Сара көп ойнамады деп тұр. Және де has she played much? Has she played much? Ол көп ойнады ма деп сұрақ қойып тұр. Yes, she has played a lot. Yes, she has played a lot. She has played a lot болымды сөйлем. Has she played much? Сұраулы сөйлем. Ал Sarah has not played much бізде болымсыз сөйлем болады. Much үстеуін болымды сөйлемдерде пайдалануға болады. Яғни ол кезде much үстеуі осы сөздермен бірге келетін болады. Ол сөздер мыналар: very, rather, true және де so. Мысал үшін, he plays computer games too much. Too much. He plays computer games too much. Ол компьютерде өте көп ойнайды. The man was so cold that hardly talked. Ер адамның қатты тоңғаны соншалық ол әрең сөйледі. Hardly talked. The man was so cold that hardly talked. I almost fell. Мен құлауға шақ қалдым. I almost fell. Ендеше ары қарай кеттік. Сіздермен қазір бейне үстеуін таныстыратын боламыз. Бейне үстеулері: fast – жылдам, quickly – тез, slowly – жай, quietly – тыныш және easily – жеңіл немесе оңай. I slept well last night. I slept well last night сөйлемінде мен кеше жақсы ұйықтадым деп өзінің өткен түнгі ұйқысын бейнелеп тұр. Және де she sat quietly for a while. She sat quietly for a while. Ол біраз уақыт үнсіз тып-тыныш отырды. Оның біраз уақыт үнсіз тып-тыныш отырғандығын сипаттап бейнелеп тұр, яғни үнсіз тып-тыныш үстеу. Ары қарай true да де деп аударылады. Also сонымен қатар немесе да де. Either да де бұл болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Else тағы да немесе кейбір сөйлемдерде аударылмайды қазақшаға. Only тек, even тіпті. For example, I was in Egypt through last year. I was in Egypt through last year. Мен де былтыр Мысырда болдым. Мен де деген сөз true сөзі. True үстеуі келіп тұр. Мен де былтыр Мысырда болдым. Келесі мысал: They also supported my decision. Олар да менің шешімімді қолдады. They also. Олар да. Also сөзі болымды сөйлемде және де да сөзінің қызметін атқарып тұр. Үстеу. Келесі: I don't know. Please ask somebody else. Мен білмеймін. Тағы да басқадан сұраңызшы. Тағы да басқадан. I don't know. Please ask somebody else. Else яғни тағы да. Да деген сөзді білдіріп тұр. Тағы бір мысалымыз: I didn't see him either. Мен де оны көрген жоқпын. I didn't see him either сөзі бізде болымсыз болып тұр. Ал біз жаңағы ережеде айтып өткендей either сөзін біз болымсыз сөйлемде қолданамыз дедік. Сол себепті болымсыз сөйлемде мен де деген сөз арқылы осы үстеу білдіріп тұр.
осымен бүгінгі біздің видео сабағымыздағы үстеулердің түрлері сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Осы видео сабақ арқылы біздің үстеулер тақырыбына арналған сабақтарымыз аяқталады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Мұнымен тоқтап қалмай, өз білімдеріңізді әрі қарай шыңдауға тырысыңыздар. Яғни үстеу барысында кездесетін сөйлемдермен жұмыс жасау арқылы өз ағылшын грамматикаларыңызды дамытсаңыздар болады. Ал біздің видео сабақтарымызды қолдап, біздің арнаға жазылып отырыңыздар. Келесі сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар.